Сондай қызық оқиғалар қазір енді тарихшылар бәрі тып-тыныш тым-тырыс. Лермонтоветтерді, Дантеветтерді бәрі тып-тыныш тым-тырыс. Колумб өмірін зерттейтін адамдарды бәрі тыныш. Неге үндемейді олар? Олардың аздарын жауып отырған өте үлкен күш. Өте жер дүниені билеп отырған күш ол түсінікті. Бәсекелесейік. Олар жер дүниені билейді. Мен ғарыштың қылмыскерімін. Кімнің күші биік екенін көрейік. Қарсы тұрса, мен ант беріп, біреусін тірі қалдырмын. Біреусін. Тіпті жартылай 16 бүтін, 32 бүтіннен табылса, мұсылман қолма-қол оның басын алып тастау керек. Әйтсе жұмаққа кірмейді ешқашанда. Қарсылас болсын, олар маған информационный өлімді шығарды. Мойындамау сіздің? Мойындамау. Бұйрық келді, анау. Келді Петербордан. Қазақ тарихын жазған еврей. Қаты келмеді, соның атында ұмытып кеттім. Қасында екі қазақ деп саналады, бірақ олар бухарский еврей екеуі де. Бухарский еврейлер. Сол қазақтың тарихын жазған сөзбен алып келді. Ол бұйрық берді, сонда оған сұрақ қойды. Мынау мазақ, сонда кітап шықты, оны қалай қарайсыз дейді. Біріншіден оны ғылыми жағынан құрту керек деді. Олар айтты, шамамыз жоқ. Онда күлкіге шығару керек деді. Оған да шамамыз жоқ. Онда бәр телевизияны, газетті бәрінде жол бермеу. Насихаттауға. Олар айтты, олардың қазақтардың бір қызық жері бар, ұзын құлақ дейтін. Бұрыннан олар 1000 жылдықтан ешқандай кітапсыз, ешқандай телеграфсыз, ауылдан ауылға не қайдан бір жерде не болды? Ауыздан ауызға. Ауыздан ауызға. Сонда бір қазақтың жерін бір хабар бір айда өтіп шығады екен. Сізген оғанда біздің күшіміз жоқ. Онда оған информацияны өлім шығару керек. Оның аты, оның несі бір жерде жер дүниенің информацияның жолдарында, каналдарында шықпаса, өз-өзімен өледі деген. Жарайды. Сонда қазақтың жерінде 95 жылда келген. Сонда менің кітабымда жазылды ғой. Қазақтың мемлекеті 1456 жылда құрылды деп. Ол ғалым оны өзгертіп жіберді. 1465 жылда құрылды деп. Қазақтың мемлекеті. Сонда 9 жыл ұрлап алды біздің тарихымыздан. Сол себептен олар академия науқта үлкен жиналыс жасап, ол жиналысты бастаған енді жырау дәстүрімен біздің ұлы әншіміз Бекболат Тілеуханов қобыз айтып, ырылдап. Сөйген олар ашық айтты, біз енді қазақ елінің құрылғанына 430 жылын толғанның күнін мерекелеп жатырмыз деп. Соның арқасында қазір Бекең көтеріліп кетіп, қазір тіпті министр болып алды енді қазір. Замминистр. Қалай дейді? Мәдениет, тағында үйлері бар, тағында бірнемені тануды деп. Жарайды. Еврейдің ақшасын жеген адам, еврейдің бұйрығын орындаған адам, менің ол қазақ емес. Қалай болса да, ол өзімі исламшыл, 5 рет намаз оқиды, тіпті сол мекемесінде тоңқайып жатады 5 рет. Консерватория тоңқайған бәрін білгенбіз. Мүмкін о жақта тоңқай бәршін шығар, президенті қорқып. Бірақ аяғында ол енді бас тартып көрмесін. Мен енді исламнан бас тартып, енді мен тәңірге сенем десе, онда сатқын нағыстап болады. Оны Люциферді онда қабылдамайды, өз несін алмайды, тұзағында. Информационный өлім болды, сонда 95 жылдан бүгін 7 жыл болды. Информационный шайқас, менің өлгенім. Менде енді жайға алмаймын ғой. Өз мүмкіншілігімді пайдаланып, оларға қарсылас жасаймын.
көрейік. Мен 90 жылда айттым. Қазақтың халқының қырылғаны үшін, желтоқсан үшін, сендер еврейлер, Освенцимнің нелерін армандайсыңдар, баландысын. Армандайсыңдар. Олар оған сенген жоқ. Жарайды. Онда міндетті, енді мен өз күшімен оларды көндіруім керек. Онда мен 7-ші құрылысшының атағына ие болмайтынын сөзсіз. Солай. Мен қарсы, мен жақсы көрем. Күшті жауды мен өте жақсы көрем, сыйлайым, бағалайым. Әсіресе ол өлгенде өте жақсы соны сыйлайым. Өте бағалайым. Ал сондай ақылды халық, мына біздің дәстүріміз зерттеп, сол жолға көшіп, манағы жаңа неге бейімделіп кетсе, ол сосын бара-бара қауіпті болмай ма? Жоқ. Олар өз еркіндігімен оны қабылдаса, 6 сатының құрылуына күш салса, ешкімнің несі жоқ қоған, қарсы шығуға оларға, кедергі салуға. Ол онда карма заңды бұзу. Ешқандай адамның, ешқандай қоғамның қоқысы алынбайды эволюцияның жолында. Онда тірі қалады. Тірі қалады. Бірақ ондай мүмкіндікті оларға ашықтан ашық бердім олардың өкілдеріне. Өздерің таңдаңдар. Қазір нағыз сендердің қауіпті уақыттарың келді. Көнсеңдер, көмектессеңдер, мынау жол. Қарсы болсаңдар, мінекей, мынау жол. Тіпті атақта қалмайды. Атақта қалмайды. Олар қазір ойланып отыр.